Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы Қарағайлы кентінің жалпы білім беретін номер 16-шы мектебінің география пәні мұғалімі Аубакирова Ақтоты Амангелдиевна. Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көлдер мен мұздықтар. Оқу мақсаты дүние жүзінің және Қазақстанның көлдері мен мұздықтарын жоспар бойынша сипаттайды. Сабақ мақсаты көлдер мен мұздықтардың түрлерін білу. Бағалау критерийі білу және түсіну. Көлдер мен мұздықтардың түрлерін білу. Қолдану карта бойынша көлдер мен мұздықтарды сипаттау. Бүгінгі тақырыбымызға байланысты мына қызықты деректермен таныстыра кетсем. Лимология ғылымы көлдерді зерттеумен айналысады. Бүгінгі күні әлемде 5 миллионға жоқ көл бар. Планетадағы ең үлкен және ең терең көл ол Байкал. Оның ауданы 31.722 километрге жетеді екен. Ал ең терең жері 1642 метр. Канададағы ұлы көлдер әлемдегі ең үлкен көл кешені болып саналады. Планетадағы ең биік көл Титикака теңіз деңгейінен 3812 метр биіктікте орналасқан. Сіз тек жерде ғана емес, басқа да аспан денелерінде көлдер бар екенін білдіңіз бе? Оның үстіне олар әрдайым сумен толтырыла бермейді. Көлдердің, мұхиттардың бөлігі емес екенін білетіндер де аз. Ал енді балалар, жаңа тақырыбымызға көшейік. Көл дегеніміз жер бетіндегі суға толған табиғи ойыз. Көл жазықта да, тауда да кездеседі. Көл орналасқан ойпаң көл қазаншұңқыры деп аталады. Оның пайда болуына байланысты бірнеше түрлері бар. Көл қазаншұңқыры шығу тегіне қарай бірнеше түрлерге бөлінеді. Көлдердің шығу тегі бойынша жіктелуіне тоқталайық. Тектоникалық көлдер төмен түскен ойыстар мен жарықтарда көл қазаншұңқырлары суға толып пайда болған көлдерді тектоникалық көлдер деп атаймыз. Вулкандық көлдер. Вулкандық немесе жанартаулық көлдер сөнген жанартаудың кратерінде пайда болған көлдерді айтамыз. Мұздық көлдер. Биік тауларда ежелгі мұз басқан аудандарда кездеседі. Карстық көлдер. Карст таралған аудандарда, яғни шұңқырлар, үңгірлер, қазаншұңқырлар сумен толу нәтижесінде пайда болған көлдер. Ескі арна көлдері өзеннің негізгі арнасынан әртүрлі физикалық, географиялық жағдайларға байланысты бөлініп, оқшау қалған бөлігі. Көлдердің жіктелуі. Су теңгерімі бойынша көлдердің жіктелуі. Ағынды көбінесе өзен түрінде ағысы бар көлдер түрі. Ағынсыз, жер үстінде ағысы жоқ, немесе көршілес су жиналатын жерлерге судың жер ағынының бұрылуы болмайтын көлдер түрі. Көлдер су теңгерімі бойынша ағынды және ағынсыз деп екіге бөлінеді деп айтып жатырмыз. Енді ағынды көлдер дегеніміз оған келіп құйған өзен қайтадан ағып шығады. Сол себептен де оларды біз ағынды көлдер деп атаймыз. Ағынды көлдердің суы тұщы болып келеді. Ал ағынсыз көлдерге келіп құйған өзендер қайтадан ағып шықпайды. Сол себептен де олардың суы ащы болып келеді. Келесі химиялық құрамы бойынша көлдердің жіктелімі, яғни химиялық құрамы бойынша көл сулары төмендегідей бөлінеді. Яғни тұщы, ащылау, тұзды және тұздық деп. Ал енді балалар, еліміздегі көлдерге тоқталатын болсақ, елімізде көлдер өте көп. Көлдердің саны 48 мыңнан асады. Солардың ішіндегі ірілері Каспий теңізі, Арал теңізі, Балқаш көлі, Зайсан көлдері. Келесі балалар, мұздықтар. Мұздық ұзақ уақыттар бойына сақталатын, ұдайы қозғалыстарда болатын, негізінен жауын-шашындар, әсіресе қар есебінен қалыптасатын ірі мөлшерлі кристалды мұз жинағы. Мұздықтар біз жыл сайын қыста көретін мұздарға ұқсамайды. Мұздықтың пайда болуы үшін екі маңызды шарт қажет. Біріншісі жыл бойы ауаның төмен температурасы, екіншісі қар түрінде қатты жауын-шашынның көп мөлшері. Балалар, мұздықтарды
ыстық елдерде орналасқан тау шыңдарында да байқауға болады екен. Мысалы, Африкада орналасқан Килиманджаро жанартауының жоғарғы жағында. Ауа температурасы биіктікке қарай біртіндеп төмендейді. Көтерілудің 1 шақырымы үшін ауа температурасы 6 градусқа төмендейді. Егер Килиманджаро етегінде бұл шамамен 25 градус, ал таудың биіктігінде 5895 метр болса, онда шамамен 5 километр биіктікте ауа температурасы 5 градус болады. Жоғарыда қар жиналатын сызықты қар сызығы деп атайды. Әртүрлі тауларда қар сызығы әртүрлі биіктікте орналасқан. Бұл территорияның климатына және таудың биіктігіне байланысты болады. Мұздықтар тау баурайынан сырғанап біртіндеп жылжиды. Мұндай қозғалыс жылдамдығы тәулігіне 80 метрге жетуі мүмкін. Мұздықтардың маңыздылығы туралы айта кететін болсақ, балалар, бірінші, су қоры. Мұздықтар жер бетіндегі ең ірі тұщы су қорларының бірі. Екінші, экологиялық жүйе. Мұздықтар өзіне тән экологиялық жүйені құрайды және сол арқылы климатқа әсер етеді. Үшінші, су тасқынын реттеу. Мұздықтардан шығатын өзендер су тасқынының алдын алуға көмектеседі. Енді еліміздегі мұздықтар тұщы судың орасан зор қоймасы болып табылады. Елімізде 2724 мұздық бар. Олардың ең ірісі Іле алатауындағы Корженевский мұздығы. Балалар, бүгінгі сабағымызды бекіту мақсатында мына тапсырмаларды беремін. Бірінші тапсырмада, яғни дүниежүзінің жартышарлар физикалық картасынан ірі көлдерді тауып көрсету. Екінші тапсырмамыз Каспий теңізіне жоспар бойынша сипаттама беру, яғни көл атауы, географиялық орналасуы, көл қазан шұңқырының қай түріне жатады, тұздылығы, су теңгерімі, сонымен қатар құятын өзендерін анықтайсыңдар. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай кетейік. Жалпы бүгінгі біз сабағымызда көлдер жердің тереңдігінде орналасқан табиғи су қоймасы екенін білдік. Көлдердің түрлерімен таныстық. Көлдердің түрлері тектоникалық, мұздық, вулкандық, карстық, ескі арна көлдері түрлері бар екенін білдік. Көлдердің ағынды және ағынсыз болатынымен таныстық. Келесі, мұздықтар. Бұл үлкен көлемдегі мұздың жинақталуы. Олардың қалыптасу үшін екі шарт қажет екенін де білдік. Мұздықтар жабынды және таулы мұздықтар болып екіге бөлінеді екен. Ал енді балалар, үйге тапсырма. Көлдер және мұздықтар тақырыбын оқу, белгілі бір көлге жоспар бойынша сипаттама беру. Құрметті оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.